Құрметті әріптестер, дүниені дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік қазақ даласында болмаса да, бірақ Қазақстан Кеңес одағының құрамдас бөлігі ретінде Ұлы Отан соғысына қатысқаны белгілі. Ендеше осы биыл Ұлы Отан соғысының жеңісінің 70 жылдығына орай бізде өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі Ұлы Отан соғысының тарихи мұрасы атты дөңгелек үстеліміздің біз іс-шарасын талқыласақ, сондықтан араларыңызда айтылатын ой пікірлер болса, ұсыныстарыңыз болса, ортаға салып отырсаңыздар дейміз. Бүгінгі күні отан тарихын оқытудың өзекті мәселелері жалпы біздің қоғамды үлкен толғандырып отырған мәселелердің бірі деп есептеймін. Сондықтан да әсіресе оның ішінде Ұлы Отан соғысының тарихына байланысты бүгін бізде жаңаша көзқарас, жаңаша ой керек сияқты. Сондықтан да осы бағыттағы мәселелерді талдағанда біз фактілерді бір жақты ғана қарастырмай, жан-жақты қарастырып, соны өскелең ұрпаққа дұрыс жеткізе білуде үлкен жауапкершілікті сезінуіміз керек. Жалпы қандай іс-шараларды біз жоспарлаған кездің өзінде де оның барлығын өткен мен болашақты байланыстыра отырып қарастыруымыз керек сияқты. Сондықтан да жалпы өскелең ұрпаққа отан тарихын, оның ішінде отан соғысының жылдарындағы тарихты жәнегі талқылауда, оқытуда, үйретуде бүгін бізге асқан бір ерекше көзқарас, ерекше қалған, ерекше бір мұқият қадам керек сияқты, менің ойымша. Дұрыс айтасыз. Әрине, осы тәуелсіз елдің тірегі біз өскелең ұрпақ деп айтатын болсақ, оларға сапалы біліммен саналы тәрбие беретін әрине ұстаздар. Сондықтан ұстаздардың, мұғалімдердің алдында үлкен жауапкершілік жатыр. Осы әсіресе тарихта оқыту мәселесіндегі Ұлы Отан соғысы үлкен бір хронологиялық кезеңнен маңызды мәселенің бірі болып табылады. Ендеше осы оқыту мәселесімен қатар жалпы өскелең ұрпаққа біз патриоттық тәрбие береміз, соны өнеге тұтамыз деп айтамыз. Ендеше осы жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? Бөліссеңіздер. Рұқсат болсын. Я предлагаю вот на сайте нашему Орда Булатханова открыть рубрику «Знаменательные даты или годы, знаменательные даты года 2015 года». И одно из важных мероприятий – это, конечно, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Ну, во-первых, кафедра психолого-педагогического сопровождения необходимо поработать в плане подготовки методических рекомендаций для учителей, для воспитателей, по подготовке мероприятий, для детские учреждения рекомендации разработать. Кроме этого, на сайте предлагаю разместить план работы института по подготовке и проведению этих мероприятий. Далее, связаться с областным архивом. Возможно, у них какие-то есть мероприятия, вот музею Ясуну Каскевичу, да, по оказанию методической помощи для учителей и истории, и для классных руководителей, воспитателей организации образования. Вот у меня такое предложение. И на нашем организационном собрании вот эти мероприятия обсудить, сроки, ответственное время проведения, какие ресурсы нужно туда привлечь. Потом, то есть еще раз нужно будет нам собраться для того, чтобы обсудить вот план организационный по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию. Біз әлемде өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде ұстаздың рөлі үлкен деп ойлаймын. Сондықтан ұстаздың өздері де көп нәрсені Ұлы Отан соғысының материалдарын жақсы білуге тиіс деп ойлаймын. Сол себепті өзіміздің педагогика барысы газетіне үлкен передовица мақала жаздым. Біздің Павлодар облысының соғыстағы сіңірген еңбегі болсын, қатысқан ерлері болсын, сол түрлі мәліметтер берілді. Енді ол мұғалімдерге ақпарат ретінде. Мысалы, біздің 28 Совет одағының батырымыз, соның 4-і мысалы мұғалім қатарынан шыққан Совет одағының батырлары. Солар туралы құжаттар, документтер барлығы біздің мұражайдың витриналарында бар. Сол сұрапыл соғыс қаһармандары деген тақырыпта витрина экспонаттар қойдым. Бар документтер, бар құжаттарды көрсетіп,
ұстаздардың ерліктері, қай жерде қатысқан өздерінің естеліктері, сол жөнінде біраз материалдар қазір қойылған экспозицияда. Жуырда облыстық мұрағатқа «Боздақтар» деген кітапқа 118 мұғалімнің карточкасы мен документтерін апарып бердім, автобиографияны, өмірбаяндар. Енді әрбір ауданнан жиналып беріп жатыр деді. Енді ол жағынан бір мұғалімдер келмей қалса, менен барса, менде 118 мұғалім документі бар, информациясы, түгел апарып бердім. Келешекте біздің сол ұстаздар газетінің бетінде мұғалімдер, соғысқа қатысқан мұғалімдердің естеліктері, сол мұғалімдер туралы өмірбаяндары, қызмет жетістіктерін бәрін жазып көрсетіп отырамыз. Курсқа келген мұғалімдер, мысалы мұражайға келіп, менен біздің мұражайдан көп материалды танысып кете алады. Газеттің ішінде рубрика болды. Газеттің ішінде в памяти народной дегенде. Жалпы енді мен айтып өтсем, мына жерде енді өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде жатырмыз ғой, бағанадан бері. Мына жерде Назарбаевтың өзінің бір сөзі бар, кереметтей сөзі. Яғни патриоттық тәрбиені мектепке дейінгі жаңа мекемеден бастап жоғары оқу орнына дейін оқыту қазіргі таңдағы үлкен көкейкесті мәселеге айналып отырған жаңағы. Сондықтан да осы баланың бойында жаңағы патриоттық сезімді қалыптастыру үшін, мысалы, менің өзімнің отаным, отансүйгіш сезімдерін қалыптастыру мақсатында бұны қысқа мерзімді мысалы курстарға енгізсек деген ойдамыз. Жаңағы егер де бала өзін жаңағы бала өмірге келген күннен бастап дейді, ең бірінші оның бойында ана деген сөз ғана пайда болады дейді. Жаңағы отбасым деген ұғым пайда болса, кейін дейді тұлға есейген сайын, өскен сайын дейді, оның бойында жаңағы менің еліме деген отаным, жаңағы халқым, әлеуметім жаңағы деген ұғымдар пайда болады екен. Яғни адам өскен сайын да осы ұғымдардың да жаңағы пайда болуы баланың да тұлғаның да жаңағы қалыптасуының өзінің бір септігін тигізеді екен. Сондықтан да мына жерде ең бірінші адам жаңағы бойында патриоттық сезіммен бірге жаңағы тілге деген, дініне деген, жаңағы салт дәстүріне деген ұғымдарды қалыптастырса, егер де ол тіл болатын болса, ол жаңағы өзіміздің қазақ болуымыз, дін болатын болса, ол жаңағы адам болуымыз, салт дәстүр болатын болса, ол біздің ертеңгі күні ұлт болуымыздың бір кепілі. Мен Болат Қадырұлының менде бір ұсынысым бар. Отан тарихының өзекті мәселелері деген бейне сабақтардың топтамасының байқауын жариялауға болады мұғалімдердің арасында. Ол міндетті түрде сабақ емес, сабақтан тыс шаралар болуы да мүмкін. Бірақ ол жаңағы белгілі бір талаптарға сай жауап беретіндей бір 7-8 минут, 10 минут, 15 минуттық жаңағы бірақ отан тарихын оқыту. Ол тек қана ұлы отан соғысы ғана болуы мүмкін емес. Ол басқа да біздің тарихи мәселелерімізге бағытталған сабақтар немесе сабақтан тыс шаралардың бейне топтамасы. Топтама ретінде мұғалімдер соны әртүрлі, әр қырынан біз көруге мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сондай бір байқау өткізуге де болады. Өз тарапымыздан жаңағы осы өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі ұлы отан соғысының тарихи мұрасы ретінде интернет жобалар жарысын байқауын ұйымдастыруды ұсынамыз. Себебі осы тақырыпта тәжірибе тарату ең жақсы деген патриоттық сезімге байланысты жасалған жобаларды интернет бетіне, біздің өзіміздің интернет бетіне білім беру мекемелерін түгел жинап, бәрін таратып, тәжірибе тарату. Осы мұраны бүкіл облыс педагогтарына тарату ретінде осындай бір жақсы бір интернет жоба ұсынсақ. Әрбір ұйымда, әрбір оқу мекемесінде осы отан соғысының 70 жылдығына орай мейрам іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Соны бір жүйеге келтіру үшін мүмкін біз осы мұрағат, мұражай, әртүрлі үйірме, патриоттық тәрбие беру жөніндегі үйірменің қызметкерлерін шақыру арқылы тарих мұғалімдерін, сынып жетекшілерін, тәрбие жұмысын меңгерушілерін шақыру арқылы осындай бір кеңес жүргізіп жұмысымызды жоспарласақ. Себебі осы ұлы отан соғысы тақырыбы бойынша әлі де тарихымызда көп ақындықтар бар. Соларды шешу жолында мысалы тарихшылармен бір жоба сайысын ұйымдастырса. Себебі мұғалімнің өзінің осы тақырып бойынша құзыреттілігі, балаларға жаңа ашылықтарды ашу, зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру ең бірінші осы ұстаздан басталады.
Өте орынды айтылып жатқан пікірлер. Шындығында да алып қарасақ, біз мынау биыл алла бұйырса 70 жылдан тойлатамыз. Ұлы Отан соғысының жеңісі туралы көптеген мәселелер айтылып жатыр, айтылады да, яғни ештеңеде ешкімді ұмытылмайды деген біз қағиданы жанымызда сақтаймыз. Сондықтан осындай сайыс арқылы жаңағы Ерсін Каскевич айтып отырды, әсіресе енді біз мұғалім білім жетілдіру институты болғаннан кейін, әсіресе мынау оқыту үрдісіне қаншалықты біз оны қолданамыз, зерттеушілік бағытта деген сияқты айтуымызға болады. Өте жақсы деректер, әлі де зерттеліп жатқан ақтаңдақтар мәселесі бар. Жаңағы ғылыми жұмыс, жоба жұмысына бүгін ғана осы жаңа бір мәліметті естідім. Осыдан 4 жыл бұрын біздің елімізде осы Ұлы Отан соғысында қатысқан көзі тірі 11 мыңнан адам болатын болса, қаңтардағы мәлімет бойынша осы бізде небары 5083 адам қалған екен көзі тірі. Яғни қария ол үйде жазылып тұрған кітап дейді ғой, мысалы. Жаңа ғылыми жұмыстарды жазып жатқан кезде солардың тіріде бір мағлұматтарын алып отыратын болса, қаншалықты жаңа мұғалімдеріміздің кеңес одағы батыр атағын алған ерліктері жөніндегі мысалы біздің сол оқу үрдісіне қолдану арқылы құзыреттіліктерін дамытуда өзіндік бір үлес қосса. Бізде мысалы Павлодар облысында қаншалықты кеңес одағының батыр атағын алған адамдарымыз жеткілікті, жерлестеріміз Қазақстан бойынша 498 кеңес одағының батыр атағын алды. Енді тіпті мысалы осыншыл енді бұл белгілі, әрине. Бірақ мысалы қарасақ, ұлт жөнінде салыстырып алып қарайтын болсақ, ұлт жағын салыстырып басқа ұлтқа өкінішті реніш болмасын, бірақ дегенімізде де бізге әсіресе өзіміз қазаққа деген салыстырмалы ғалымдар дерегі бойынша миллион адамға шаққан кезде мынау түрікмендерде 21 адамнан, қырғыздарда 18, өзбектерде 16, тәжіктерде 14 адамнан келсе, қазақтарда 34 адамнан. Яғни біздің батырлығымыз, біздің қанымыз сонау тағы да осындай фактілер айғақтай түседі. Соны оқушыларға айта отырып, мінекей біздің ата-бабамыз осындай деген деректерді тарту арқылы жаңаша бір патриоттыққа бір оятудың бір жаңа жолдарын көрсетсе, жаңаға айтып жатқан осы мәселелерімізде. Тағы ұсыныстарыңыз болса, әрине біз бұндай отырыс жалпы Ұлы Отан соғысының жеңісінің мұрасы ретінде осы өскелең ұрпаққа біз оны әлде жұмысымызды жандандырамыз. Көптеген қашықтықтан оқыту, бейне онлайн конференция сияқты жұмыстарымызды жүргіземіз. Ол үшін әлде біз сондай бір отырыстарды жүргіземіз, ұйымдастырушы ретінде ойлаймыз. Сондықтан осымен ұсыныс пікірлеріңіз болса, Сроки определить. уақыттарын бір календарлық жүйе ретінде соны жүйелесек. Сіздің ұсыныстарыңыз болса, менің де бір ұсынысым бар. Ол осы өзіміздің тікелей атқаратын қызметімізге байланысты. Мысалы, біз осы жылғы курстардың жоспарына мынадай тақырыпты енгізіп отырмыз ғой, мәңгілік ел, ұлттық идеясы деген тақырыпты ұсынып отырмыз. Меніңше осы Ұлы Отан соғысының тарихи мұрасына да заманауи тұрғыдан қарау керек. Елбасымыз осы соңғы жылдағы жолдауларында мәңгілік ел ұлттық идеясын ұсынып отыр ғой. Және осы соңғы жолдауында жалпы осы патриоттық тәрбиеге байланысты ұсыныс жасады. Мәңгілік ел атты патриоттық актісін жасап шығаруға тапсырма берді. Осыған байланысты, меніңше, біз оқитын осы нормативтік модульде оқитын мәңгілік ел атты дәрісіне де осы жинақталған тарихи мұра туралы мәліметтерді енгізіп, осы екі маңызды мәселені байланыстырып дәріс берсек дұрыс болатын сияқты. Және сонымен бірге жалпы патриоттық тәрбиеде Ұлы Отан соғысының мұрасын қалай пайдалану керек, қалай пайдалануға болады, осыған байланысты мұғалімдерге, сынып жетекшілеріне әдістемелік көмек ұсыну үшін мүмкін шығармашылық топ құру керек па, осыған байланысты. Әр қарай да бұл шығармашылық жұмыс әрине жұмыссыз қалмайды деп ойлаймын. Өйткені жалпы айналысатын, зерттейтін мәселелер өте көп. Біздің институтта
бұл кез келген институтта жоқ, мұражай бар. Осы мұражайдағы біздің мұрағаттар өте көп. Ол өзінің жаңағы қолдану аясына байланысты Ерсін Каскевич олды жаңағы барлығын безендіріп, уақытында қойып отырады. Қалада 40-тан астам мектеп бар. Бұл қала мектептеріндегі балалардың саны да көп. Бұлай жалпы ойлап қарасақ. Әлі де бізде уақыт бар. Мына аптаның 5 күнінде, мысалы, түске дейін де, түстен кейін де әр буын оқушылары осы біздің мұражайға неге саяхатқа келсе деп ойлаймын. Онда арнайы неменен, бағытпенен жаңағы жүргізуші осы Ұлы Отан соғысы туралы тағы да толық мағлұматтар берсе, Павлодар облысынан мысалы 46 мыңнан астам жауынгер соғысқа аттанды. Ал соның 22 мыңы сол соғыс даласында қалды. Енді бұл жерде балалар мынаны ойлайды: көп адам келмей қалыпты ғой деген. Оның жүрегінде патриоттық сезім ұялайды. Мен солай деп ойлаймын. Осыны ұйымдастырсақ, ұтылмаймыз. Менде бір ұсыныс бар. Осы бағыттағы жұмысқа байланысты мектептердегі мұражайлардың меңгерушілері бар, ардагер ұстаздар бар. Солардың бәрін жинап, бір жақсы бір дөңгелек үстел ұйымдастырсақ, солардың ойларын білсек, сол арқылы біз жұмысымызды солар арқылы да тарата аламыз біз. Дұрыс. Сонда ең соңында былай деуге болады. Немене дейді? Өсер ұрпақ тарихын тасқа жазар дейді. Біз тасқа емес, бейне сюжетке, солай ғой, қазіргі неге жазып жатырмыз. Техникалық құралдар арқылы таратып жатырмыз. Патриоттық сезімге тәрбиелеп жатырмыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі отырысымызда құнды, өте мағыналы мазмұнда ой пікірлер айтылды. Әрине, тарихты жасаушы адам, ендеше мына бір тарихтың бір парақ ретінде бүгінгі отырысымызда өзіндік бір болса Ұлы Отан соғысының 70 жылдығын тойлатудағы бір шараның бір өзіндік үлесін қосатын жұмыс отырысы деп айтуға болады. Сондықтан мынау қаңтар айының соңына қарай жалпы институтымыз бойынша жасалатын жұмыстың күнтізбелік жоспары жасалынса, бекітілсе, және соны педагогикалық қауымға таратылса, яғни өздеріңіз айтылған ұсыныс пікірлеріңіз бойынша ғылыми мұғалімдердің ғылыми жұмыс жоба сайысы, интернет онлайн конференциялар және тағы басқалар осы кафедралардан талқыланып, қарастырылып, және қағаз жүзінде сол бекітілсе, басшылығымыз арқылы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай дөңгелек үстелдер өткізу өз кезегінде батырлар есімдерін ұмытпай, ақпаратты жас ұрпаққа жеткізуіне себін тигізеді.